Сәлеметсіздер ме, құрметті кішкентай бүлдіршіндер. Ертегілер еліне саяхат атты жоба аясында бүгінгі тыңдайтын ертегіміз «Сәлем сөздің анасы». Бірде қой жайылымда келе жатса, алдынан доңыз жолығыпты. Оны көрген соң сәлемдесейін десе, доңыз теріс бұрылып кетіп қалады. Осы кезде қой: «Мен бұны ренжіттім бе екен? Күнде осы жайылымда бір-бірімізді көріп жүреміз. Сонда бұл менімен неге амандаспады екен?» деп ойланып қалады. Сөйтеді де доңыздың артынан қуып жетіп: «Амансың ба, достым, халің қалай? Мен сенің досың емеспін, әрі сені танымаймын». «Қалайша танымайсың? Күнде осы жерде кездесіп жүр емеспіз бе?» «Өй, саған тіл шығайын деген екен ғой. Өзің үндемей жүріп бәрін байқайды екенсің. Құр-шөп жейтіндермен амандасқым келмейді». Бұлардың сөзін естіп тұрған сиыр сөзге араласты. «Сәлем, доңыз. Саған айтайын дегенім, қой сөйлегіш бола ма, әлде жоқ үндемей жүре ме? Ол өзінің шаруасы. Алайда оның сенімен амандасқаны дұрыс. Ал сенің оның сәлемін алмауың бұрыс іске жатады». «Сәлем, сиыр. Бәлі, менімен амандасқанына қайран қалып тұрмын. Бірақ не себепті қойды менсінбейсің? Қойдың адамға әкелер пайдасы жоқ. Екеуміздің қожайынымызға тигізер оң жақтарымыз көп. Мәселен, екеуміз де семізбіз. Етімізді жеу үшін бізді асырайтыны сөзсіз. Ал мынаған қарашы, өзі сондай арық. Ол аз болғандай бой аласа. Сонда бұл арамтамақты адамдар не себептен асырайды екен? Одан да оны айналаға жібере салмай ма?» «Әй, доңыз, сен қатты қателесіп тұрсың», деді сиыр. «Бәріміздің де адамға келер пайдамыз көп. Мәселен, сен менсінбей тұрған мына қойдың еті дәмді болып келеді, сүті қорғасындай құнарлы. Оны ішкен адам көптеген ауруынан құлан таза айығып кетеді. Сонымен қоса, қойдың жүнінен қожайындарымыз өзіне лайықты киім тігеді. Бұл киім жылы болып келеді. Байқаймын, мынау тұрған қой саған бірдеңе өткізген сияқты. Маған еш нәрсе берген жоқ. Мен тек шындықты айтып тұрмын. Сендермен салғыласуыма уақытым жоқ, қарным ашты» деп шошқа өзінен 25 қадам жерде жатқан өлген итке қарай жүріп кетті. «Не десе соны айта берсін, бауырым», деді сиыр қойға. «Ең бастысы біз екеуміз доспыз. Күнде осы жерде бір-бірімізді көріп, амандасып, қоштасып жүреміз. Сәлем сөздің анасы деген». «Дұрыс айтасыз. Өзі сені шөп жейді екен деп кінәлайды. Ал өзіне қарашы». Осы кезде олар 25 метрдей жерде шошқаның өлексені жеп тұрғанын байқайды. Шошқаның сүйсініп, қоректеніп жатқанын көргенде қой мен сиырдың жүрегі айнып, теріс бұрылып, өз жайларына кете барды.